Сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Құрбым қатты ғашық болып жүрген жігітімді қалай ұмытамын, өкінем бәріне. Басынан бастап айтып берейін, жасым 21-де. Осыдан бір жыл бұрын өз қаламдағы 24 жастағы жігіт мені сыртымнан ұнатып, дружба тастап кездесуімді қалап жүрді. Мен де жұмыс, оның үстіне үйден көп шыға бермейтін болғасын шықпай жүрдім. Тек ВК арқылы сөйлесіп жүрдік. Сөйтіп оны қаламызда бір праздник күні көшеде көріп қалдым. Сосын ұнаттым мен де. Жанымда әрдайым жақын құрбым, әрі көршілес қыз жүретін. Сол қызға айттым жағдайдың бәрін, және өзім де ұнатып қалғанымда. Құрбым ұнатты, әдемі екен деп. Әрдайым сырттан көрсе маған айтып келетін, анау сары жігітімді көрдім деп. Сөйтіп ақыры кездесе алмадым ол жігітпен жеке. Шақырса да босамай қалатынмын шаруамен. ВК-мен телмен жақсы сөйлесіп жүрдік. Бір күні оның ВК-сы құлыптаулы болып қалып, жоқ болып кетті. Мен де аса мән бермедім. Звондар деп күтіп жүрдім, сөйтіп ұмытылып кетті. Кейін қысқа қарай мен бір жігітті кездестірдім. Жақсы жігіт. Жасын келген сайын тұрақты жүретін жігіт кездестіргім келеді екен. Ол жігіт екеуміз серьезно жүретін боп жүрдік. Бір күні далада жүредік. Жан досы звондап, бізге келетін болып шешті. Сөйтсе ол другі жаңағы менің жаз бойы бір-бірімізді ұнатып, ақыры кездесе алмай кеткен жігіт болып шықты. Сосын жігітім таныстырып жатты. Қызыммен танысып қой деп жан досына. Бір түрлі болдым. Шыны керек қолымда әрең бердім. Ол да мұңайған көзімен қарап, қолын созды. Ақыры осылай кездестік па деп ішімнен ойлап тұрдым. Ол кезде мен жігітіммен жүргеніме әлі 2 апта болды. Сөйтіп сол кезде жоғарыда айтып кеткен көршілес шаң құрбым келе жатты. Біз как раз үй жаққа тұр едік. Ол қыз мені көріп, сосын мені таныстырдым жігітіммен, анау другімен де. Танысып болған соң жігітім как раз 4 боп қалыппыз. Досымның да қызы жоқ, сенің құрбыңның да жігіті жоқ екен. 4 жүріп қайтайық деді. Сосын 2-ге бөлініп кетіп қалдық. Шыны керек шамалы сезімім қалған болды ана жігіттің. Құрбымнан қызғанған сияқты болдым. Өзім де білмейм, оның үстіне енді жүріп келе жатқан жігітімнің жан досы боп шыққаны да таң қалып келе жаттым. Құрбым бұйырған ғой деп ойладым. Өйткені о баста жазда ол жігіт туралы айтып жүргенде құрбыма ұнағанын сездім. Құрбым қатты ғашық болды ана жігітке, шыны керек, бақыттан басы айналып жүрді. Бірақ предложение жасады ма, серьез жүріп жүрсіңдер ма дегенде мұңайып, әлі жасамады, күтіп жүрмін. Сенің жігітіңмен серік боп келіп кетіп жүрген адам сияқты. Маған қатты ұнайды деп жылайтын. Кейін екеуі бізге келіп тұратын үй жаққа. Екеуі ұқсайды бір-біріне. Сосын екеуден бөлініп кетіп қалатынбыз. Кейде 4-іміз жүретінбіз әңгіме айтып. Бәрі таң қалатын, 2 друг, 2 подруга боп жүрсіңдер, еще жігіттерің ұқсайды деп. Кейін мен жігітіммен жүрмей кеттім мүлде. Оның бір шаруасына байланысты. Сосын ана құрбым күнде. Туф, дым звондамайды, жазбайды. Әлі жүрейік деп те айтпайды. Сол сендер қалай жүрмей кеттіңдер, келмей кетті, деп мұңайып сағынып жылайтын. Маған да оңай болмайды жігітімді есіме салып, әрі анау жігітті айтып жылай беретін. Барымша жұбататынмын. Сөйтіп міне 5 ай өтті. Жігітімді ұмыттым сол кезде. Құрбым әлі де соның досын жақсы көреді. Бірақ ол жігіт құрбыма предложение жасамақ түгілі звондамайды. Бұлай айтсам, құрбым көп жүгірді оның артынан. ВК-ға да сол үшін кіріп, жазғанын күтіп отыратын сарғайып. Күнде сол жігіт айтатын. Бір күні сол жігіт маған дружба тастады. Ал құрбым қызғанып қалды, естіп. Кездескісі келетінін әлі де ұнататынын айтты. Бірақ қараңыздаршы, қалай кездесемін? Сөйлесудің өзі ұят екен. Білмей жүрім, оның досымен жүріп қойдым. Еще подругама да сол кездері кеп жүрді. Еще подругам әлі де қатты жақсы көреді ол жігітті. Бірақ маған әлі де ұнайды. Өзіме де түсінбеймін неге олай екенін. Құрбыма айта алмаспын ешқашан. Онда қатты қиналады. Мысалы жүріп кеткеннен өзінде подругам қатты қиналатынын біліп тұрып, еще алдындағы жігітімді көретін болам әрдайым.
айтыңыздаршы, не істесем болады? Қалай ұмытамын бәрін ол жігітті да. Ұмытайын десем құрбым айта береді күнде сағынып. Құрбыма айта бермеші, маған да ұнайды деп қалай айтам. Уақытты қайта айналдырса ғой. Бір өкініш бар менде. Бекер кездеспедім сол кезде. Бекер жүрдім досыммен деп өкінемін. Білген жоқпын ғой оның досы екенін. Басым қатып кетті. Кеңес беріңіздерші достар. Қатты қиналып жүрмін.